Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сүтсіз дайындалатын кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписация бөлімін басып тіркеліп кетіңіздер, каналымды жоғалтып алмас үшін. Ал ендеше кексімізді дайындау үшін бізге 3 жұмыртқа, қант, сұйық май, ұн және де разрыхлитель ванилин керек болады. Енді 3 жұмыртқаны миксердің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін осы жұмыртқаның үстіне 1 кружка толтырылмаған қантымызды қосамыз. Одан кейін сұйық майды қосамыз. Содан кейін осы үшеуін жақсылап араластырамыз қантымыз ерігенше. Мінекей мен жұмыртқа әппақ болғанша осылай қантын ертіп, жақсылап араластырып алдым. Енді осының үстіне қазір мен ұнға мен қазір разрыхлитель қосамын. 1 чай қасықпен осылай қосамын. Одан кейін ванилин қосатын боламын. Енді осының үстіне ванилин қосамын. Осылайша ұнға араластырып аламын. Содан кейін массамызға себелейтін боламын. Негізі ұнымызды сетадан өткізгеніміз дұрыс болады. Сол кезде біздің кекстеріміз жақсы біркелкі көтерілетін болады. Достар, мен бұл кексті үйде балаларыма жиі жасап беремін. Тез дайын болады, әрі оңай. Сіздер де дайындап отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді осы массамызды қазір арнайы кекс пісіретін силиконовый ыдыстарымызға барлығын құйып шығатын боламыз. Массамыз қатты сұйық немесе қатты қою болмау керек, орташа болу керек. Содан кейін бұны духовкаде 170 градуста 25-30 минутқа пісіретін боламын. Мінекей керемет болып көтерілді кекс. Енді осымен біздің кексіміз дайын болды. Достар, менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Және де бұдан да басқа менің арнамда сүтпен пісірілген кекстер, пирог түрлері барлығы көрсетілген. Каналыма өтіп қарасаңыздар болады. Және де қазір сілтемесін видеоның соңында қалдыратын боламын. Сіздермен Бекзат, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.